Сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Ақпан айы егіздер үшін қандай ай болады екен? Соны қазір таро картасымен қараймыз. Жалпы айдың энергиясы қандай болады екен? Қандай әрекеттер болады? Қандай әрекеттерден сақ болу керек? Қандай жағдайлардан сақ болу керек? Финансы жағынан қалай болады? Және де жалпы эмоция, сезімдер қандай болады екен? Енді егіздер, кеттік, қарайық. Ақпан айы қандай болады екен? Жылды қалай қарсы алдыңыздар, егіздер? Егіздер өте сезімтал, қарым-қатынасқа керемет түсетін жандар. Мына қараңдаршы, картам уже ескі. Бұл картаға уже 2 жыл болды. Карта ауыстыру керек. Так, егіздер, жалпы ақпан айының энергиясы қандай болады екен? Так, бұл картаның мағынасы келесідей. Бір ресми істер болуы мүмкін. Бір ресми, именно бір құжаттармен жұмыс, бірдеме сатып алу, сату, содан кейін, мысалы үшін, бұрыннан бері шешілмей тұрған бір мәселелер шешіледі. Содан кейін, мысалы үшін, бір әділсіз шешілген бір шешімдер болса, өзінің әділ шешімін табады деген сияқты, я. Жалпы бұл дегенің бір ресми, бір правосудие, справедливость дейді ғой. Сондай бір, не болмаса бар ғой, бұндай карта бірет менің личный раскладта бірет бүйтіп көрінген. Мысал үшін, бір алтын жоғалған ғой. Алтын жоғалған. Содан кейін сол алтынды менің клиенткамнан көреді. Енесі ма, апайы ма, не важно. В общем, сондай жағдай болады. Содан кейін бір күннің күнінде көздері жетеді, что ол алған жоқ. Типа сондай ситуация ғой. Мысалы үшін, бұрында бір болған дүние болса, осы айда бір әділ, справедливость восторжествует дейді ғой орысша. Сондай ситуация ғой. Ары қарай кеттік. Қандай әрекетте боласыз? Қандай шаруа бітіресіз? Қарайық. Айдың басында бір продвижение, әрекеттер, перспективалары жақсы. Жұмыста жоқ болсаңыз, жұмысқа тұрасыз. Бизнеспен айналыссаңыз, алдыға жылжу, алдыға ұмтылу. Саудамен айналыссаңыз, саудаңыз жүреді. Жаңа бір бастамаңыз болса, алдыға ұмтылу. Жұмысқа енді орналассаңыз, көпті білесіз, алдыға ұмтыласыз. Көп ойланасыз, именно алдыға бағыт, алдыға. Айдың аяғы, вау, мынау күшті карта. Бұл дегенің сәттіліксізбен болады. Бір, мысал үшін, өнер саласында бір идея келуі мүмкін. Мысалға сіз немнемен айналыссам деп білмей жүрсеңіз, сізге бір керемет идея келеді. Жақсы хабар келеді. Содан кейін бұрыннан бері осы түк ештеңеге желанием жоқ болып жүр, не істесем, бір мақсатым жоқ болып жүр деп жүрсеңіз, онда бір мақсат пайда болады. Жақсы хабар. Бір сізге жақсы бір қалжалым еді, сондай бір адам келіп сізге бір инсайт жасауы мүмкін. В общем, энергия керемет. Қызығушылық білдіресіз. Мысал үшін, көптен бері қызығушылығыңыз жоқ болып бүйтіп сөйтіп жүреді ғой, бір әсіресе қыстағы, бір сондай состояниеде, сондай күйде жүрсеңіз,
онда демек энергияңыз жақсарады деген сөз. Ары қарай кеттік. Егіздер негізі өте сезімтал жандар ғой. Сол себепті мақсат деген өте маңызды, иә? Так. Бұл неден сақ болу керек? Дұрыс емес таңдау жасауыңыз мүмкін. Сол себепті осы ақпан айында бірдемеге таңдау жасайтын сондай ситуациялар болса, дұрыстап ойланып жасаңыз талдауды. Содан кейін бір, мысал үшін қиын кезең болса, сол қиын кезеңнің аяқталуы. Бір жылап алуыңыз мүмкін, иә, енді не жасырамыз. Содан кейін бір көңілден сондай көңілсіз бір ситуация орын алуы мүмкін. Так. Бұл дегенің енді мағынасы өте ауқымды бұл картаның. Біріншіден, бәлкім сіздің анаңыз сізге бір ақыл айтуы мүмкін. Немесе сізге бір бұйрық айтуы мүмкін. Жұмыста сіздің басшыңыздан бір тапсырма берілуі мүмкін. Не болмаса бір ресми әрекеттер, сонда біреудің айтқанын істеу керек шығар. В общем, бұл дегенің бәрі строгость. Содан кейін, мысал үшін, өз еркіңмен емес, біреудің бұйрығын, біреудің еркінін орындау картасы. Ары қарай кеттік. Ақша, финансы, қаржы жағдайы қалай болады екен ақпан айында? Егіздер. Егіздер. Бұл картаның мағынасы дегенің контроль. Қаржы жағынан контрольда ұстап отырсыз. Не болмаса, енді қазір заман сондай болып кетті, қарыз бар, кредит деген бар, иә? Сол себепті ақшаны үнемдеп ұстап отырсыз, міне. Санап отырсыз ақшаның қайда кеткенін, немененің бәрін. Не болмаса, бірдемеге ақша жинайсыз. Накопление дейді ғой. Мүмкін осы айда сіз, ал міне осы депозит ашып ақша салайыншы деген ой болса, бастаңыз. Өте сәтті кезең. Ары қарай кеттік. Бұл айдың басы. Енді айдың аяғы. Так, айдың аяғы. Кішкене бір жұмысты жасап отырсыз, иә? Жоспарладыңыз, осы айда, мысал үшін, ақпанда мен 2 миллион ақша табам деп, иә? Бірақ 2 миллион емес, 1 миллион ғана таптыңыз. Например. Немесе бір жоспарладыңызда, бір жоспарыңыз вроде железобетонный болды, иә? Бірақ ойдағыдай соммада табыс келген жоқ. Содан кейін бір какты жолын іздейсіз оның. Мен мүмкін былай қарайым, мүмкін мен жарнама жіберем, мүмкін бүйтем, мүмкін сөйтем, мүмкін кішкене бағасын түсірем деп, сондай. Не болмаса жалақы, зарплата алып отырған кісі болсаңыз, енді ойладыңыз, иә, осы қосатын шығар январьдан зарплатаны. Қосқан жоқ. Не болмаса қосты, бірақ сондай көп емес. Көңіліңізден шығып тұрған емес енді. Сөзін шыны керек. Ары қарай кеттік. Эмоция, сезім бойынша қандай екен ақпан айы? Отбасы жағынан бәрі жақсы, қанағат. Отбасыңызда тыныштық, береке. Отбасымен жиналу, көңіл көтеру. Бәлкім жолдастарыңызбен кездесесіз.
бір үйді, бір жайлы, жақсы обстановкада, атмосферада, сондай күйде боласыз. Эмоция жағынан. Ой, кеудеңізге толмай, прям төгіліп тұрған бір қуаныш. Бәлкім баяғыдан бері келе жатқан бір қарыз болса, оны уже ұмытып кеттіңіз уже. Сол қарызды қайтаруы мүмкін. Не болмаса бірдемені сатып аласыз, прям бұрыннан бері армандап жүрген. Не болмаса бір қуанышты бір сізге хабар айтады, соған прям қуанасыз, прям қуанышыңызда шек жоқ болып қуанасыз ғой, эмоция жағынан. Так, егіздер, сәттілік, лайк басамыз, подписаться басамыз, келесі видеоларды қараймыз. Сау болыңыздар.